жазып тұр ма? Бірінші дубль және соңғы. Мен қазір Астанадан Алматыға пойыздамын. Сағат түнгі 2 не 3 болды. Бір ұйықтап тұрдым. Мен Польшадан Липскодан сағат таңғы 6-та шығып кетіп күні бойы ұйықтамай Варшаваға барып, Варшавадан ұшаққа мініп, ол сағат кешкі 7-лерде міндім ұшаққа. 7-лерде ұшаққа міндім. Сосын не болды? Стамбулға барып, ол жақ үлкен екен, сол жақтан бір охуеть етіп келдік. Стамбулға барып, аэропорттың үлкендігіне. Сосын Астанаға келдім. Жанарсың туысқандардың үйіне барып, тамақ жеп алып, баняға кіріп, әдемі демалып, енді пойызбен келе жатқан жайым бар. Қазір осы видеоны жазам деп, мына диктофонды алдым, бұны телефон бір оқып, бір оқымай, бір түрлі оқып кетті. Бүгін бір өзімнің энергиям көп қылып сезініп тұрып, қандай ашылып бір. Менде осындай жолда болады ылғи. Ашылатыным типа. Сол. Осындай кейіпті, осындай күйді көп уақытқа өмірінің 80-70% осындай күйге сақтағым келеді. Заряженный болып тұрған. Сол. Келіп осынағы кісілерге ойладым, шоколадтарды берейін дедім да. Неге істемеске деп істеп тастадым. Осындай кездерде өзіме риза боламын, ал егер істемегенде қазір отыратын едім. Мен неге істемедім деп, мен чорттым ба деп. Мен осылай өзіме бір бағдар, мақсат қойып, жоқ жүрін өзім мақсат қойып, соны істегім келіп, бірақ өзім сол істеуге жібермесем, оншеме сезіндік боламын да, самооценкам түседі. Ал егер сол қалаған істеген жайтта ол дұрыс болмаса да, өзім жақсы сезінем. Осындай круг болып кетеді ғой. Сол, ертең көріскенше, және ертең 100 күлкі деген видео түсіргім келіп тұр. Көмек сұрайтын шығармын осы, бәлкім.